Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода біз ерітінді тақырыбын жалғастырып, осы қысқаша видеода ерітінді концентрациясымен және ерітінді концентрациясының өрнектеу түрлерімен танысамыз. Химияда ерітінді концентрациясы бұл еріткіштің немесе ерітіндінің белгілі бір мөлшеріндегі еріген заттың мөлшері болып анықталады. Ерітінді концентрациясын түсіну үшін біз мына екі суретке назар аударайық. Бұл екі суретте бізге екі ерітінді берілген, және ерітіндіде мына көк деген бізде еріткіш, және қызыл шарлармен еріген зат көрсетілген. Еріткіш пен еріген заттың бұл қоспасы бізде ерітінді болып саналады. Әрине, ерітіндіде біз еріген затты осылай көре алмаймыз, себебі ерітінді бұл гомогенді қоспа. Гомогенді қоспада біз еріткіш пен еріген затты айыра алмаймыз. Алайда концентрация ұғымын түсіну үшін бұл жерде еріген заттарды біз осы қызыл шарлармен көрсеттік. Егер екі ерітіндінің көлемі бірдей болса, онда А ерітіндісінде еріген заттың мөлшері көбірек екенін көре аласыз. Б ерітіндісіне еріген заттың саны, мысалы, біз мына шарларды санайтын болсақ, осы берілген ерітінді көлемінде бізде 5 еріген зат бар екен. 5 бөлшек. Алайда А ерітіндісінде бізде санайтын болсақ, 12 еріген заттың бөлшегі бар. Онда еріген заттың мөлшері берілген ерітіндінің көлемінде көбірек болғандықтан А ерітіндісінің концентрациясы жоғарырақ деп айта аламыз. Б ерітіндісінің концентрациясы төменірек деп айта аламыз. Егер осы ерітіндіде берілген еріткіштің мөлшерінде максимум осы еріген зат ери алатын болса, онда ерітіндіні концентрлі ерітінді деп атаймыз. Ал Б ерітіндісі бізде сұйытылған ерітінді болып саналады. Себебі концентрлі ерітіндіге қарағанда Б ерітіндісінде еріткіштің мөлшері көбірек. Бұл концентрлі емес, себебі бізде еріген заттың максимум саны бұл еріткіште еріген жоқ. Сондықтан бұл сұйытылған ерітінді болып саналады. Ерітінді концентрациясын күнделікті өмірде біз тамақпен сезе аламыз. Мысалы, сорпа пісірген кезде біз сорпаға тұз саламыз. Сол тұздың мөлшерін біз сорпаның дәмінен сезе аламыз. Мысалы, тұзды аз салатын болсақ, онда тұздың сорпадағы концентрациясы да төменірек болады. Ол сорпаның біз ащы емес екенін сезе аламыз. Ал егер тұзды тым көп салатын болсақ, онда тұздың концентрациясы сорпада жоғары болады, және біз оны тым ащы екенінен сезе аламыз. Ал енді ерітінді концентрациясының өрнектеу түрлерімен танысайық. Бірінші, бұл еріген заттың массалық үлесі. Математикада біз үлесті белгілі бір бөлшек арқылы анықтай аламыз. Химияда еріген заттың массалық үлесін біз омега әрпімен көрсетеміз. Ол еріген заттың массасын біз барлық ерітіндінің массасына бөлеміз. Бұл бөлшек, осы бөлшек бізде еріген заттың барлық ерітіндінің қандай бөлімін алатынын көрсетеді. Бұл бізде массалық үлес деп аталады. Егер біз еріген заттың массасын ерітіндінің массасына бөлетін болсақ, бізде белгілі бір бөлшек шығады. Ол бөлшек бізде 0-ден 1-ге дейін болады. Ал кейде массалық үлесті бізге пайызбен көрсету ыңғайлы болуы мүмкін. Онда біз осы бөлшекті 100%-ға көбейтеміз. Сонда бізде массалық үлес 0-ден 100%-ға дейін болуы мүмкін. Келесі бұл малярлық концентрация. Малярлық концентрация латын С әрпімен, және индекс ретінде біз латынның үлкен М әрпімен М деп жазамыз. Ол еріген заттың зат мөлшерін біз бөлеміз ерітіндінің көлеміне. Бұл жерде еріген заттың зат мөлшері мольмен беріледі бізде. Ал ерітіндінің көлемі литрмен берілу керек. Кейде біз концентрацияны көрсеткен кезде, малярлық концентрацияны, моль литрдің орнына біз үлкен М әрпін жаза аламыз. Мысалы, егер бізде 6 малярлық ерітінді деп берілетін болса, ол 6 моль литр ерітінді болып саналады. Ерітіндінің малярлық концентрациясын көрсеткен кезде моль литр деп те жаза аласыз, немесе оны үлкен М әрпімен де жаза аласыз. Бұл 6 малярлық деп оқылады. Келесі концентрацияны өрнектеу түрі маляльдық концентрация деп аталады. Өте ұқсас бір-біріне, бұл жерде бірақ Л әрпі бар. Маляльдық концентрацияда С әрпімен көрсетіледі.
Алайда малялдық концентрацияда біз кішкентай латын м әрпін көрсетеміз. Ол бізде еріген заттың зат мөлшерін біз бөлеміз еріткіштің массасына. Бұл жерде еріген заттың зат мөлшері мольмен көрсетіледі, ал еріткіштің массасы килограммен беріледі. Сонда бізде малялдық концентрация бұл моль килограмм болып есептеледі. Оны біз латын м әрпімен, кішкентай м әрпімен көрсете аламыз. Яғни 6 малялдық ерітінді бізде 6 моль килограмм болып саналады. Малярлық концентрация әдетте біз аналитикалық химияда өте жиі қолданамыз. Ерітіндінің малярлық концентрацияны көрсету үшін ерітіндіні белгілі бір әдіспен дайындаймыз. Ондай тәжірибемен біз малярлық концентрация бойынша видеода танысамыз. Ал малялдық концентрация болса, оны біз ерітіндінің температураға қатысты қасиеттерін зерттеген кезде малялдық концентрацияны қолданамыз. Себебі температура өзгерген кезде бізде ерітіндінің көлемі өзгереді. Сол себепті малярлық концентрацияны қолдану дұрыс болмайды. Алайда температура өзгерген кезде бізде масса өзгермейтіндіктен малялдық концентрацияны біз осы температура өзгерген кезде ерітіндінің температураға байланысты қасиеттерін зерттеген кезде қарастырамыз. Келесі бұл еріген заттың мольдік үлесі. Еріген заттың мольдік үлесі еріген заттың массалық үлесіне өте ұқсас, алайда ол бізде хи әрпімен көрсетіледі. Мольдік үлес дегеніміз еріген заттың зат мөлшерін біз бөлеміз ерітіндінің зат мөлшеріне. Бұл жерде де сіз 100%-ға көбейте аласыз. Алайда әдетте осы еріген заттың мольдік үлесі ол газ қоспалары үшін қолданылады. Газ қоспалары бізде ол да ерітінді болып саналатындықтан, сол қоспадағы белгілі бір газдың барлық қоспаны құрайтын газдардың зат мөлшерлерінің қосындысына бөлесіз. Сол кезде біз осы газдың мольдік үлесін таба аламыз. Сонымен, осы видеода біз ерітінді концентрациясымен таныстық және ерітінді концентрациясының өрнектеу түрлерімен де қысқаша танысып кеттік. Енді болашақта біз осы әрбір өрнектеу түрлерімен бөлек-бөлек танысып, видео жүктейміз. Бұл видео бойынша сұрақтарыңыз болса, төменде комментарияға жазыңыз, және бұл видео ұнаса, лайк батырмасын басып, біздің каналымызға жазуды ұмытпаңыз.